Сіздерге бүгін тез дайын болатын және де құрамы қарапайым, өте дәмді мерекелік салатты ұсынбақшымын. Жасап көріңіздер. Біздің салатымызға керек заттар олар: піскен ет, сәбіз, картоп, тұздалған қияр және де черри помидорлары, салат жапырақтары салатымызды әдемілеуге қажет. Сонымен қатар бізге соус жасағанға майонез, қаймақ, песто соусы, бір тісше чеснок қажет. Ең бірінші біз етімізді 4 бұрышты қылып турап аламыз. Келесі сәбізімізді тураймыз. Ұсақ қылып тураудың қажеті жоқ, барлығын осылай үрлеу етіп турап шығамыз. Келесі картопымызды турап шығамыз. Құрамы қарапайым болып көрінгенмен өте дәмді салат. Тұздалған қиярларымызды да осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Черри помидорларымызды 2-ге бөліп қосамыз. Енді біз салатымызға соус жасаймыз. 1 ас қасық майонез, 1 ас қасық қаймақ, 1 ас қасық песто соусы және жарты чесногымызды теркадан өткізіп қосамыз. Барлығын араластырамыз. Міне біздің неаполитано деген соусымыз дайын. Осы соусымызды салатқа қосып, салатымызды жақсылап тұрып араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін ыдысымызға әдемілеп орналастырамыз. Салатымыздың бетіне салат жапырақтарын әдемі етіп қойып шығамыз. Үстіне песто соусын құйып шығамыз. Келесі мына бальзамический кремімізді ыдысымызбен бірге салатымыздың үстіне осылай әдемі етіп әрлеп құюға болады. Міне біздің салатымыз дайын. Өте әдемі мерекелік салат.